Сәлеметсіздер ме? Екінші сабақ. Суды үнемде. Мәтінді оқы. Әлемде ащы су көп, таза су аз. В мире много соленой воды, мало чистой. Біз ащы суды ішпейміз. Мы не пьем соленую воду. Тұщы суды ішеміз. Тамаққа пайдаланамыз. Пьем пресную воду и используем для пищи. Суды ластама, не загрязняй воду. Суды үнемде, төкпе, береги воду, не разливай. Тамшыдан теңіз құралады. Из капли собирается море. Судың да сұрауы бар. И у воды есть спрос. Сен суды қалай үнемдейсің? Как ты экономишь, бережешь воду? Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы по тексту. Мәтін не туралы? Мәтін су туралы. Су қандай болады? Су ащы, тұщы болады. Тұщы суды не істейміз? Тұщы суды ішеміз, тамаққа пайдаланамыз. Сөйлемдерді толықтыр. Мен суды ішемін. Мен сумен тісімді жуамын. Сіз сумен жуынасыз. Ол сумен кір жуады. Біз сумен еден жуамыз. Біз сумен бақша суарамыз. Күніне қанша литр су жұмсаймыз? Сколько воды в день используем? 6-8 литр қол жуу, тіс тазалау. 6-8 литров, чтобы помыть руки и почистить зубы. 1 минутта 15-20 литр су, душ қабылдау. 15-20 литров воды используем в душе. 15-25 литр ыдыс жуу машинасы. 15-25 литров использует посудомоечная машина. 30-60 литр су кір жуу машинасы кетіреді. 30-60 литров тратит стиральная машина. 15 литр унитазды ағызу. 15 литров смываем в унитаз. 140 литр ваннаға түсу. 140 литров тратим, чтобы принять ванну. Енді есімізге сақтай, қалай суды үнемдеуіміз керек. Есте сақта, запомни. Суды үнемде, суды ластама, суды төкпе.